Ассаламу алейкум достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, көтеріліп, пышный болып пісетін пирожкилердің жасалу жолын көрсететін боламын. Ендеше кеттік. 400 грамм ұн аламыз, көз мөлшерімен тұз қосамыз, 80 грамм қаймақ қосамыз, ашытқы қосамыз және жылы су құйып қамыр илейтін боламыз. Қамыр біздің қолымызға жабысқақ болуы керек, сондай жұмсақ қамыр илейміз. Қолыңызды майлап алыңыз. Міне қамырымыз дайын болды. 40 минут 1 сағат шамасында ашытуға жібереміз. Енді салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен картоп алдым. Етпен жасасаңыздар да болады. Көз мөлшерімен тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз, 30 грамм сливочное масло құйып, барлығын араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Қараңыздаршы, қандай керемет күшті болып көтерілген. Енді қолымызға жабыспас үшін кішкене майлап аламыз да бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қамырларымыз дайын болды. Енді бір майлық төсеп алғанымыз жөн. Себебі біз пирожкилердің бәрін жасап болам дегенше жабысып қалуы мүмкін. Бізде қамыр өте жабысқақ. Сондықтан кішкене осылай ұн сеуіп пирожкилерімізді жасап шығамыз. Маған осындай пішінмен жасаған ұнайды. Міне барлығын жасап болдық. Енді табаға май құйып, қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Май қызып, пирожкилерді салғаннан кейін кішкене отты баяулатыңыз, себебі сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Міне қараңыздар, қандай пышный күшті болып пісті. Егер қамырды қаймақпен елесеңіздер, осындай болып шығады. Енді қағаз майлықтарымызды төсеп, майын сіңдіріп аламыз. Міне пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді, пышный болып шығады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, менің видеоларыма лайк басып, мені қолдай жүріңіздер. Ас болсын.